Нұр-Сұлтан қаласының білім беруді жаңғырту орталығында жаңа жоба үздік педагогтен үздік сабақ. Қаламыздың үздік педагог атағы егерлерінен дәріс алуға барлық мектептерді шақырады. Елордалық 90 мектептің 8-ші сынып оқушылары беделіне білігі сай мұғалімдерден кез келген жерде отырып білім нәрімен сусындай алады. Жобаның мақсаты астаналық мектептердің білім сапасын көтеру, тәжірибе алмасу, оқушылардың білім алуға деген ынтасын арттыру. Алғашқы сабақты нөмірі 88-ші мектеп лицейінің директоры, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ерен еңбегі үшін медалінің үздік педагог атағының иегері Айтова Жанат Тұрысбек қызы онлайн режимде өткізді. Қаншама оқушылардың 76 мектептің оқушыларынан сауалнама алыпты. Соның ішінде біздің 156 оқушымыз қатысыпты 8-ші сыныптар бойынша. 5-ші, жаңағы 6-ші сыныптар бойынша, бүкіл жалпы Астана бойынша біраз оқушылар. Енді мен өз пәнім бойынша айтатын болсам, сол пән бойынша мынау бірыңғай мүшелер, төр сөздер, қазақ тілінен қандай тақырыптан ақсаңдап жатыр, қандай тақырыпты меңгермей қалды. Сол мәселелер біз көрдік. Соның нәтижесінде міне бүгін осындай бір бастама, сабақ беру маған міндеттеліп отыр. Елордалық 300-ден астам оқушы осы жоба аясында көктем және жазғы демалыс кезінде де оқитын болады. Жақсы плюстер бар, себебі сандық сауаттылық артты. Мына интернет желілері нашар жұмыс жасайды дейтін біз қазір соның бәрі қолға алынды. Оқушыларды техникамен қамтамасыздандырылды. Басында әрине қиын болды. Қазіргі таңда мен ойлаймын, бұл келешекте тіпті әлгі 3000 бала, 4000 бала мектепке сыймай жатыр деген жағдайда онлайн форматын мүмкіншілік өте жоғары тұр. Оны пайдалануға болады. Әрине дәстүрлік форматқа жетпейді ғой. Оқушының көзіне қарап, өзіне қарап, мұғаліммен жүзбе-жүз кездесіп, сұрақ қойып жауап алуға не жетсін?